соңғы команда. Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентінің құрамасы. Үлкен сахна, Есен аға, Әділ қасы, көрермендер, it's my life. It's my life. It's my life, it's my life. Тереңөзектегі үй жағындағы жұлдыз балдармен таныс болыңыздар. Американың атақты Крик фильмі жақында Тереңөзекте түсірілді. Ондағы басты рөлді біздің командадағы Әділ ойнады. Өзінің түрімен. Бұдан кейінгі екі жігіт. Бұл екі жігіт біздің командада бұрында болған. Алдағы уақытта да болады. Болашақта да болады. Осылар өстіп жүреді. Былайынша айтқанда қосылғыштарының орнын ауыстырғанмен қосынды өзгермейді. Көрдіңіздер ма? Алгебраны білем. Вау! Не деген фигура жоқ. Кабира жақында өткен қазақ аруы байқауына кастингтен өтпей қалды. Ол әдейі өтпей қалды, өткені білді, Қызылорданың қыз чемпион болатын. Жігерлі жастардың жігерін жандыратын Жайдарман Тереңөзек құрамасы үздік әзілдермен біз бастаймыз. Опа! Өз жолымен жүріп баратқан адамдарына неше роларың бар? Кете берсін. Бәке, менің Жайдарман қақпеген бір әзілім бар. Ойбай, Жайдарман қақпеген әзілі бар екен. Үй жақама десем айтал. Кеше балыққа барғам ғой, сөйтті орында қармағым ләқтір, мынандай бәтеңке ұстап алдым ғой. Бәтеңкеңе сен нан қосшы білдің бе? Жүріңдер кеттік. Бәке, қайда баратсың? Мына әзіліңе сахнаның артына барып күлейін деймін ғой. Бәке, сен өйт, менімен әзілдесе берме. Сен білесің ба, Тереңөзекте өткен Жігіт Сұлтан байқауынан мен бас жүлдені жеңіп алған балам. Сұрақ жауап бойынша алған шығарсың. Жүріңдер балалар. Ана жаққа. Асықпа, жаным асықпа, ғашықпа, жүрегім шынға. Қазақстан футбол құрамасының бас бапкері ойыншыларға ойынның айла тәсілдерін түсіндіруде. Так, футболшылар, сендер футбол ойнайтын білесіңдер ма? Адам құсап ойнаңдар онда. Мен түсіндірейін. Сен қақпашысың ғой, ә? Қақпашы болғаныңа бар болсын сенің. Не қақпада тұратын қолғапты қыста көшеге киіп жүрсің? Өткенде анау ағаң отын пытап жүр сонымен. Інің су тасып жүр. Көшеде кетіп баратқан жерінен шешіп алып апарып бердім саған. Болашақта сөйтіп кетін болсаң, допты дұрыстай алмайсың мен сияқты. Так, футболшылар, бірінші қақпашы допты аласың. Сен допты аласың да, мын жерде тұрған Самат Смаққа бересің. Самат Смақ не істейді? Мын жаққа береді. Өйткені мын жерде екі қорғаушы бар. Екі қорғаушыны алады. Екі қорғаушы не істейді? Мын жерде шабуылшы тұрған Қайрат Нұрдәулетке береді. Ал Қайрат Нұрдәулет не істейді? Допты прямой қақпашыға береді. Қақпашы допты қағып алады да екі қорғаушыға береді. Екі қорғаушы бір-біріне береді да, допты Самат Смаққа береді. Ал Самат Смақ не істейді допты? Әрине Қайрат Нұрдәулетке береді. Қайрат Нұрдәулет допты қақпашыға тебеді. Қақпашы допты қағып алады да бар күшімен алдыға лақтырады. Ол доп Қайрат Нұрдәулетке барады. Кешіріңіз, біз сонда алаңның келесі бетіне өтпейміз ба? Есің дұрыс па? Ол жақта ремонт қой. Асықпа, асықпа, жаным асықпа, ғашықпа, жүрегім шынға. Қазақ ертегілері құдды бір түріктің сериалдары сияқты. Олай болса көрейік Қазақ радиосы кешкі ертегілер. Ертеде, талай өлкеде. Балалар, зәмзәулә әжелерімнің әдемі қиял ғажайып ертегілерін тыңдаңдар. Балалар, бүгін мен сендерге Керқұлатты Кендебай деген ертегі айтып берем. Ертеде ешкі жүнді бөртеді, Керқұлатты Кендебай деген батыр болыпты. Аты Кендебай, фамилиясы Керқұлатты. 1974 жылы 11 сәуірдіне дүниеге келген. Бос уақытында Мозарттың әнін тыңдап, саңырауқұлақ терген жақсы көреді. Енді резюмесінде сөйтіп жазылған ғой. Кендебай бір күні орманға барып саңырауқұлақ терген десе, оның көз алдында бүгін сағат 3-те келу керек деп Жалмауыз кемпір күттірген. Жалмауыз кемпірді көрген Кендебай атқа мініп қашады. Артынан атпен қуып келе жатқан Жалмауыз кемпір аузындағы бір тісін жұлып алып, атқа лақтырған кезде аттың бір аяғын кесіп кетіп, бағанадан бері дігідік деп шауып баратқан ат, енді үш аяқпен тікіді деп кетіп бара жатыр дейді.
Бұған қатты ашуланған жалмауыз кемпір екінші түсін жұлып алып, екінші рет лақтырған кезде аттың екінші аяғы кесіп кетіп, ат адам құсап жүгіріп барадыр дейді. Бұған қатты ашуланған жалмауыз кемпір үшіншісін жұлып алып, үшіншісін лақтырған кезде аттың үшінші аяғы кесіп кетіп, ат бір аяғымен маг ойнап тұр екен. Енді жалмауыз кемпірмен әзілдескен түрі шығар. Бұған қатты ашуланған жалмауыз кемпір төртіншісін жұлып алып, төртіншісін лақтырған кезде аттың төртінші аяғы кесіп кетіп, ат жерге шалқасынан құлап та Кендебайға брат қолымнан келген істедім, ыңғай келсе таксиге мінсе деп айтады дейді. Кендебай аттан түсті да алып бәйтерекке көтеріліп кетті лифтімен. Сөйтіп бәйтеректің төбесінде отырып ұшып баратқан қарғаларды көріп, қарғалар-ау, қарғалар, қар үстінде жорғалар, 9 ағама әке-шешеме сәлем айт десе, қарғалар ренжімеш бауырым, біз Павлодарға қарай бардық деп айтады дейді. Сол кезде Кендебай орнынан қатты ашуланып тұрды да қайтып отырыпты. Қалай балалар? Ертегі қызық екен. Ендеше жалғасын ертең айтып беремін. Құрметті көрермендер, Қазақстанның болашағы ғажайып. Өйткені біздің мемлекетімізде ұрылар мен жемқорлар жоқ. Олардың барлығы шетелде. Терең өзек құрамасы Арнольд Шварценеггер. Асықпа жаным